Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздермен тойымды әрі құнарлы ПП таңғы ас дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 4 ас қасық сұлы жарнасын салатын боламыз. Содан соң 8 немесе 10 ас қасық салқын сүт құямыз. Сүт сұлының бетін жауып тұру қажет. Алманы үккіштен өткізіп қосамыз. Содан соң бал қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып, бір күнге тоңазытқышқа қойып қоямыз. Бұл сұлы жарнасы менде бір күн тұрды. Алма дәмімен жасадым. Бетін қалауыңызша осылай алманы кесіп қойып, кокос түйіршіктерін сеуіп қойсаңыз болады. Келесі ПП таңғы асымыз ол банан қосылған сұлы жарнасымен. Банан ерекше дәм береді. Өте дәмді, тәтті болып шығады. Сұлы жарнасын ыдысымызға саламыз. Жарты бананды шанышқының көмегімен осылай езіп аламыз. Езілген бананды сұлыға саламыз. Үстіне сүт құямыз. Сүт салқын болғаны дұрыс. Барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып, тоңазытқышқа бір күнге қойып қоямыз. Банан қосылып дайындалған сұлы жарнасының дәмі өте ерекше, дәмді, тәтті, нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өз қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.